Құрметті Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев, құрметті Гизат Нұрдәулетов, бүгін Түркістан облыстық прокуратураның алдына халық жан айқайын айтуға келіп тұр. 200-ге жуық адам Алиханов Марат Тілеуқабыловичті жеке келіп, Сарманов Халидың қылмыстық ісінде заңсыздықтарға неге жол беріп жатқандарын түсіндіріп айтсын. Республикалық деңгейде құзырлы органдарға арыз жазамыз, бірақ облыстық прокуратураға қайтарып әкеледі. Облыстық прокуратура көз жұмып, ешқандай заңсыздық болған жоқ деп айтады. Ол туралы бізде бәр дәлеліміз бар. Бәр қазір өзіміз арызымызды аяқта жазып қол қояды. Соны біз әділдікті күтеміз. Әділдік орнасын. Қасым-Жомарт Кемелұлы, Гизат Нұрдәулетов, тек сіз осы іске араласып шешіп беретініңізге сенеміз. Әділдік орнасын деп жүрміз. Марат Алиханов келсін. Бекасанов шықсын, түсіндірсін нағып жәбірленушілермен шай ішіп жүрген. Рыскелдиев нағып сұңқылдай бермеңдер деп айтады сотта. Қайда прокурорлық надзор? Қайда шындық, қайда әділдік? Кімнен іздейміз әділдік? Прокурор өзі қызушылық танытып жатса. 37 тоғында бір түнде қалай тексеріп сотқа өткізіп жібереді. Соны түсіндіріп берсіңізге. Марат Алиханов! Марат Алиханов! Түсіндірсін халыққа. Халықтың бәрі жұмыссыз қалайын деп отыр. Халықтың бәрі панасыз қалайын деп отыр. Кредитін өзі төлей ма? Заңсыздықтарға жол береді. Сарманов Халиді аудитсіз, не жәбірленушісіз арестке отырғызады. Түсіндірсін Марат Алиханов Тілеуқабылович шықсын. Бекасанов жәбірленушілермен шай ішіп жүрген Бекасанов шықсын. Халықтың алдына түсіндірсін, не үшін жәбірленушілермен шай ішіп жүр. Осының бәрін түсіндіріп бермегенше, жеке қабылдамағанша кетпейміз. Осы халық күтеді осында. Бірінші емес, сотқа да барды. Соттан көп шығарсылады. Мұнан жаңа халықты асырап отқан адамдар неге соншалықты осында жүріп кестеп отыр? Соны жауап берсінші бізге. Оны қазір шықсын жауап берсін. Сол кісі тағайындалғаннан кейін осы тірлікті жаңадан ашады. 5 рет тоқтатылған іс. Не үшін Рыскелдиев, Алиханов Марат бір түнде қарап сотқа өткізіп жіберген адамдар бізге бір ауыз әңгіме айта алмай ма? Пандемия кезінде сіз шығып тұрсыз. Неғып ол кісі шыға алмайды? Мен соны түсінбеймін. Рыскелдиев келе жатыр. Рыскелдиев мырза, түсіндіріңіз осы заңсыздықты. Рыскелдиев мырза, осы кісі процессуальный прокурор. Осы кісіден жауап. Алиханов шықсын, осы Рыскелдиев мырза түсіндірсін, қалай 37 томды бір түнде оқып шығасыздар. Қалай аудитсіз, арызсыз адамды соттайсыздар. Неге біздің сот бойынша сот қаулыларын орындатуға запрет қойып тастап жатсыздар полицияға? Естіп жатырмыз оны. Бірлеріңіз керек. Мен сіздерге тарқаудан сұрайын. Тарқамаған жағдайда сіздерге Алиханов шықпаған жағдайда о жақта тұрамыз. Заңды сіздер сақтаған жағдайда халық бүйтіп көтерілмес еді, халық келмес еді. Заңды бұзған сіздер, заңды неғып бұзғандарыңызды білгіміз келеді, сондықтан да келіп отыр. Заң бұзылғаны анық, доказать етілген. Бесеу деп жүреді. Бәрінің проблемасын шеше ма неме? Сабыр сақтаңыз. Ашық бар бәрімізде, бәрі вакцинированный народ бәрі. Мына арыз кіргізіп отырмыз халықтың атынан. Жаңа айқайын түсіндіріп, мені қазір бәрін прокурор мырзаға түсіндіреміз. Мені жаңа осы жерде қол қойды бәрі. 130 адам. Бұл енді бәрі қол қойып үлгермеді. 150 адам жиналып тұр осында. Прокурор мырза Марат Алиханов халықтың алдына шықпады, қазір кіріп бара жатырмыз. Видеоны кіргізбей жатыр. Түсінікті. Ғана түсіндіріп айтып отырмын. Өздеріңіздің өкілдеріңіз куә. Облыс прокуроры қабылдады, тыңдады, уәде берді. Әрқайсысы көрсеткен уәждеріңіздің бәрін міндетті түрде талқылайды. 15 күннің ішінде сіздерге жауап береді. Жаңа Рыскелдиев мырза прокурор облыстың алдында ұялмай тұрып өтірік айтып жатыр. Документально подтвержденный заттарды
өтірік қылып ұрып жатыр. Халыққа шыққан кезде прокурор области следствие, о жақта тұрған кезде ол үйтіп өтірік алдай алмайтын еді.